Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен 5 минутта тез дайындалатын үй жағдайында майонез рецептісімен бөлісемін. Магазиннің майонезінен кем түспейді, жасалу жолы өте оңай және қою болып шығады. Келесі видеода осы майонез қосылған 2 салат дайындаймыз. Сондықтан да видео рецепті көру үшін, жіберіп алмау үшін мен YouTube каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен алдын ала банкаға 500 мг күнбағыс майы құйып қойдым. Соның үстіне 2 жұмыртқа, 1,5 шай қасық тұз, немесе 1 шай қасық қоссаңыз да болады. 1,5 шай қасық қант, 2 ас қасық лимон шырыны, яғни сок лимона, 2 ас қасық соевый соус, 2 ас қасық горчица, және де 2 ас қасық рассолды құйып, осының бәрін погружной блендер арқылы 1 минуттай араластырып аламыз. Мінекей, біздің майонезіміз осымен дайын болды. Сондай қою болып шығады. Видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. YouTube каналына тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған дәметкен.